осындай бір табиғатқа шығып, есін алып келе жатырмын. қазір халықтың аузында жүрген Нұрикамал әнінің туылғанына 30 жыл болыпты. Осындай бір күндері шығып еді ол. 88-ші жыл екен ғой сол. Тура осындай бір қазақи дастархан болып еді. Сол кезде, бір топ азаматтар болып еді. Қыздар ғой. Қыздар болып еді. Жігіттер болған жоқ. Менің күйеуімнен басқа, саған ғашық болған менің күйеуімнен басқа жігіт болған жоқ. Сол жалғыз жігіт саған ғашық болып еді ғой, есіңде ма? Сол бір жігіт маған бір топ жігіт болып көрінді да сол кезде. Бәрі ғашық болудан басталған. Әуезді әнде, моншақтай маржан жұмыр сөзде ғашықтықтан бастау алды. Сондықтан болар, небәрі 30 жылдық тарихы бар әннің ғасырлар бойы айтылып келе жатқан әндей әсер қалдырады. Адам өмірі үшін 30 жыл елеулі уақыт болғанымен, тарих үшін қас қағымсы. Қазақ нәрестеге есім қоярда, болмаса жақсылыққа біткен парасатты адамның атын ырымдап қойып, жақсылыққа жорид. Тарихтың құйғынан таратсақ, әрісі Тұмар ханымнан бастап, берісі шығыстың қос шынары болған Әлия мен Мәншік есімі талай қызға телінді. Әлбетте, қазақ ортасына ислам дін арқылы енген есімнің үлес салмағы басым. Нұрикамал есімі де Құраннан қойылған есім. Нури, араб тілінен алғанда көрікті болса, Камал сөзі кемеліне келген, толысқан сұлу дегенді білдіреді екен. Қазақтың қыздарының аты Гүлнәр болады, Роза болады, Мәдина болады. Нұрикамал деген енді мен өзім біразға дейін бұндай атты естіген жоқпын. Содан мен неге Роза емеспін, неге мен Мәдина емеспін деп әке шешемнен кеп сұрайым. Қайдан таптыңдар, не деген ат, Нұрикамал деген атты қайдан таптыңдар деп. Кішкене өзіме ұнатпай, ұнамай жүретін солар. Торғай өңірінде оқу оқып, Алматыда ғылым жолына түскен ауыл қыздары некен саяқ. Солардың бірі Есілдің тумасы. Нұрикамал Есілбаева жаңалық ашып әлемдік энтомология ғылымында есімі қалды. Торғайдан Алматыға оқу іздеп барған мыңдаған студентке ғалым қолғабыс қамқорлығын жасады. Демек Нұрикамал есімінің осындай заңды жалғасы бар. Ғалымның есімі ән кейіпкеріне қойылған. Ән кейіпкері Нұрикамал Сейітжанова ғылым жолына түспесе де, білім алып, ұйымдастырушылық қабілетімен билікте жүрді. Торғай облысы бар кезінде мәдениет басқармасына, Ақмола облыстық мәдениет саласына 20 жыл жетекшілік етті. Шымкентке облыстық комитетке жауапты қызметке шақырылды. Сол қызметте жүргенде болашақ әннің авторымен танысты. Келіп маған танысып, екеуміз сөйлесіп, 2 сағаттай сөйлесіп, поэзияны айттық, әдебиетті айттық, тілді айттық, елдің ахуалын айттық, Ханбибінің өзінің жұмысын айтты. Ол кезде қайырымдық қор дегенде үлкен жұмыс жасап жүр екен Ханбибі. Екеуміз өте жақсы таныстық. Күллі қазақтың жүрегін баурап алған ән 1988 жылы мамыр айында жөргегіне бөленді. Ақыны бар, өлеңге жақыны бар, іскер әйелдер бар, бәрінің басы табиғат аясында қосылуы әннің туына себепкер болды. Ол кезде обком бар, облисполком бар, қалалық әкімшілік, профсоюз. Сол жердегі келіншектердің барлығы майдың бір әдемі күні демалыс таза ауаға шығып демалып қайтпақшы болыпты. Сосын қалалық партия комитетінің сол кездегі хатшысы, секретары Сайлаукүл Барахова деген әпкеміз еді. Сол маған телефон соқты. Алло, Ханбибі, амансың ба? Кішкентайларың өсіп жатыр ма? Сайлаукүл әкке, сәлематсыздар ма? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Мен бұларды өнердің адамы ғой, кішкене Ханбибі сол 3-ші қызын босанған кез еді жаңадан, кішкене жаңағы үйде отырып қалды. Аманбыз. Жұмыс бастылықтан қыздар шаршады ма? Жер аяғы кеңіп, мамыр келген соң табиғатқа тынауға шықсақ па деп жатыр. Сен бала бағып үйден шыға алмай жүрсің ғой? Әрине барғым келеді.
бірақ балаларды өзіммен бірге алсам бола ма? Білесіз ғой, мына 3 баланы қалдыратын адам жоқ. Иә, сен баласыз жүруші ме едің? Алып жүр, мазаңды кетіріп, берекеңді алып жүрмесе. Қыздар бас қосқан жерден қалғым келмейді, барғым келеді. Бізде де көлікте орын санаулы еді. Ендеше өз отбасыңмен көліктермен барарсыңдар. Кездескенше енді. Сау бол. Жақсы әпке, рахмет сізге. Жақсы. Сау болыңыз. Жигулигіміз бар. Жолдасың машинені айдап, өзің бір машине болып шығыңдар. Пәлен жерде жолығамыз деді. Сонымен біз кеттік. Мынау Қазығұрт ауданының Тұрбат деген жеріне бардық. Керемет табиғаты. Сонымен таңертең 2-3 машина болып шоғырласып шығып. Енді ана жердің кереметтігі шынында да керемет. Таудың төбесіне шығарды. Жер ана оянып, тау бөктері көк майса шөпке оранған табиғатты суреттеуге тіл жетпейді. Қыз ғұмырдай қызғалдақтың гүлдеген кезеңі тіпті тау баурайының шырайына шыр бітіріп, жиналған қыз келіншектің күлкісіне сылдырай аққан бұлақ суымен үндесіп жатты. Киіз үй тігіліп, шәмшінің әні қалықтап, керемет отырыс болды. Балалар менен гүлдеріп қыратта жүрген біз. Сон бір кезде көзім жолдасыма түсіп кетті. Сөйтсем темекіні үсті-үстіне тартып, бір қырдың басында тұр. Сосын мынаған не болды деп ойладым. Сонымен көп кідірмей бәріміз басымызды қосып дастархан басында жиналдық. Самауыр екі иығынан дем алып қайнап тұр. Дастархан басына асқа келгенде бәріміз жағалай отыра қалдық. Сол кезде Тұрдығылыш мырза маған қарсы отырыпты. Ханбибінің жолдасы. Тамақ ішіп отырмын, ешқандай әңгіме ештеме болған жоқ. Енді Тұрдығылыштың әйтеуір маған қайта-қайта қарап отырғанына көзім түсті. Ханбибінің көңілі бір реніш бар сияқты. Бұған не жақпай тұр? Түсінбеймін. Үйде бала бағып отырса да, Ханбибінің ақындық шабыты асқақтап тұрған кезі дәл сол тұс болатын. 11 кітабы жарық көріп, өлеңдері орыс, украин, өзбек, якут тілдеріне аударылып жатты. Алтынай, Хадиша, дос іздедім өлеңі әнге айналып, халық арасына кеңінен таралды. Ақын жүрегі осы жерде бір сезімнің оянғанын Тұрдығылыштың көзінен ұқты. Сол Нұрикамалды биге шақырып еді, ол шықпай қойды. Содан өзгеріс жан дүниесінде болып жатқанын байқадым. Байқадым, бірақ мән бергем жоқпын. Обкомда жұмыс дегеннен кейін қалай енді? Мынау не деген қыз өзі? Шошаңда би билеп жүр деген әңгімеге қалармыз деп. Ол кезде партия қызметінде енді тәртіп қатты болады. Тұрдығылыш биге шақырып мен сосын ыңғайсызданып, жаңа жерден де бармағаным рас. Сол күнгі табиғат аясындағы кездесуден тарқасуға ешкім асықпады. Балалар асыр сала ойнап, қас қарайғанда ғана көңілді топ қаланы бетке алды. 3-4 волга барған. Қыздары менен қалғым келіпті. Ананы бала шағасымен жібердім үйге. Сөйтіп ана Қазығұрттың шыңына көтерілгенде Сайлакөлдің Николай деген шоқыр бар еді ғой. Остановись, Николай дедім ғой. Есіңде ма? Сосын тоқтады. Қазығұрттың кемеге алған деген тұсына келгенде. Сосын айттым, ана арқасындағы ящиктегі бөтелкеде алып кел бір арақты деп. Сосын қыздар айтты, ойбай, ішпейміз деп бәрі Нұрикамал бар шулады. Ішесіңдер, Қазығұрттың шыңында бір махаббат туды бүгін, дедім. Барлығының іші сезіп отыр, бірақ ешқайсысы айтпайды. Бәрі мені аяп келатыр. Соны өзім жасадым жестті. Бәрі қалаға жеткенше түн ортасы ауып, үйлеріне тарады. Балаларды ұйқыға жатқызған Ханбибінің құлағына үй сандықтан төгілген әсем ән келді. Тұрдығылыш төргі бөлмеден шықпай қойды. Сол қабырғаның ар жағынан Нұрикамал деген музыка естіледі. Бірақ соның аты Нұрикамал сияқты. Сосын сағат 1 болды, 2 болды, 3 болды, 6 болды. Таң атты.
болыш неге жатпай отырсың? Саат неше болған білесің бе? Саатқа қарауға тіпті ұмытып кетіппін ғой. Мына бір керемет әуеннің ырғағына бөленіп кетіппін. Күй сандықтың жанынан айналшықтап шықпай қойдың. Бағанадан ан жақтан естіп отырмын. Расында да бір жақсы ән шығып келеді. Я, сондай керемет әуен. Соңғы нотасын таба алмай әлек болып отырмын. Жатсаңшы енді, ұйқың қанбайды ғой. Ертең жұмысқа барасың. Жұмыстың бір мәнісі болар. Мына бір керемет әнді тыңдашы. Сенің мынау әніңе сөз жазып берейінші. Сөзін? Я, қазір қағаз бен қалам алып келейін. Аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайдар едің. Осы ма айтайын дегенің десем, осы дейді ғой. Әлима болса Сәлима дейді, Нәбира болса Қалима дейді. Ал сен өзгертпе, сенің көзіңнің кімге түскенін, жүрегіңнің кім деп соғатынын мен аңғарған сияқтымын. Ендеше атын айтайық дебем үндемеді. Қозығұрттан келгеннен кейін келесі күні Ханбибі таңертең сағат 8-де маған телефон соқты жұмыс орныма. Ой, Нұрикамал, кешегіден кейін біз бір түрлі кім екеуміз бір творчестволық ізденісте болып, түнімен ұйықтамай бір ән жаздық. Нұрикамал деп атын қойдық оған еще деп. Сосын мен Ханбибі, кешір, мен қазір жұмысым бар еді, ән тыңдайтын уақыт жоқ. Қазір планерка бара жатырмын. Енді партияның әртүрлі отырысы болады, соған дайындалып жатырмын, мен кешіріңдер деп сол әңгімені жалғастыра алмадық. Әйелдік қызғаныштан шығармашылықты жоғары қойған ақын Ханбибі Сайлаugүл апайды да таң азаннан үйге шақыртып, әнді тыңдатқан. Композитор мен ақынның отбасында бірлескен шығармашылықтың оты маздады. Әркім өзінің жолдасын өзі артық біледі ғой, мен қайдан білейін, мен енді сендерге қарағанда жоқпын, шынымды айтсам. Десем гүрт мен байқадым дейді. Байқадым, мынау ғашық болып қалған, сосын мен ана табиғатта мен өзім ниетім сол еді. Бір нәрсе шығу керек еді деп өздеріңе де айттым. Мен сендерге айттым, мен сендер тегін шығарып атқан жоқпын. Сен балалармен үйде отырсың, Тұрдықлыш жұмысына барады келеді, мынау сендерге керек болып тұр деп шығардым. Ол сондай бір нәрсе болу керек еді. Атақты ақын Фариза Оңғарсынова мен ән кейіпкері Нұрикамал Сейітжанованың арасындағы байланыс торғайда жүргенде қалыптасқан. Фариза апайдың шығармашылық кештері, оқырмандармен кездесуі тікелей Нұрикамалдың жауапкершілігінде болды. Бертін келе екеуі апалы сіңілдей араласып кетті. Ақынның Шымкентке жолы түскенде қызмет ауыстырып, оңтүстікке келген Нұрикамалды іздеуі заңдылық. Сосын енді Фариза апай кел деген жерге бардым. Сағат тура 7-те гүлімді алып, есік қақсам, Ханбибінің пәтері екен, Ханбибі есігін ашты. Ішке кірсем, Фариза апай отыр, Ханбибінің жолдасы Тұрдығылыш отыр, пианиноның қасында. Сосын айтады, Нұрикамал, мына Ханбибі мен Тұрдығылыш бір ән шығарыпты. Сен не сол әнді тыныштық тұрып, осынға дейін тыңдамай, біртүрлі сол дұрыс қарамай жүрген екенсің. Олай болмайды ғой. Өмірге әдемі ән кепті. Кәне Тұрдығылыш орындашы деп Тұрдығылышқа орындатты. Тұрдығылыштың енді бір әдемі тенор дауысы бар, өзі де бір сондай бір камерный әнші ол кісі енді. Жалпы мынау мықты ақындардың жаны ән салып тұру керек. Апай сол өте жақсы түсінеді, орындап, сосын айтты, мынау әнді Мыржықбаевқа беріңдер деді. Фариза Оңғарсынованың аманатын Ханбибі бір топ шығармашылық иесі Өзбекстанға концерт қойып барып келгеннен кейін табыстаған. Шымкентте ақын мен композитордың үйінде қонақ болған Кенжеғали әнші Нұрикамалды алғаш Тұрдығылыштан естіген. Сонда сармайдай сақта отырмыз сандықта деді. Жарайды, ойнашы дедім. Ойнады, сөйтсем маған бірден
Бетховеннің К. Элизе деген шығармасы бар, соған ұқсайды. Яка. Ол Бетховен. Аккомпанемент. Негізі Кенжеғалиға дейін Нурикамал әнін алғаш жергілікті әнші Құрман Шойынбеков орындады. Алайда әннің танымалдығы кейін барып қанат жайды. Фариза апайдың өтінішін аяқсыз қалдырмаған Кенжеғали 1 жыл бұл әнді бабына келтірді. Содан кейін осыны алдым да клаверін 1 жылдай әбден пісіріп, 95 жылы опера театрында концертте алғаш рет орындадым. Бүкіл Алматының зиялы қауым болды, Фариза оңғарсынды болды, шақырды ма дейсіз айтқаннан кейін апай келді, бәрін ұнады. Аспандағы айма дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен, жаным қандай жайдар еді. Жүрегімді елжіреткен, жаным қандай жайдар еді. Уақыт өте келе Жетісай қаласында Жұбаныш есімді жас әнші осы Нурикамал әнін нақшына келтіре орындап, әдемі әнге ел тез елтіп кетті. Жұбанышты жұбаныш еткен қазақ өнерінің сахнасына алып шыққан Нурикамал әні болды. Опералық жанрдан эстрадалық жанрдың қабылдануы әлі қайда жеңіл. Әсем ән құлақтан кіріп, ел көкейіне қонды. Күнім десе ай қабағын, қалай ғана жай табамын. Көктен көріп ұшқым келіп, жердемін деп ойламадым. Композитор қалай солай жазып, мен солай орындадым. Ола біреуге ұнамауы мүмкін, біз солаймыз. Міне қанша клавир, қанша мына жерде, қанша Нелерова, Чайковский, Рахманинов, Глинкадор, Сыдық Мұхамеджан бәрі бар. Осыны қалай жазды, солай орындаймыз. Осы бір ән екі отбасының Шымкентте жақын араласуына себепкер болды. Ханбибі мен Тұрдығұлыш сол кезде мереке сайын Нурикамалдың әкесіне сәлем беруді дағдыға айналдырып, кішілік ізеттіктерін сақтады. Қуаныштарымен бөлісіп, шығармашылықтағы жаңалықтарын бірге талқылайтын тату-тәтті сыйластықтары үзілген жоқ. Бұл кезде енді Ханбибінің кереметтігін айтқым келеді мен. Әр қазақтың әйелінің қолынан келмейді. Бұл тарихта Ханбибі деген жалғыз қазақтың әйелінің ғана қолынан келеді. Сол енді бір сөгөздегі бір әсер болған шығар, бір кезең болған шығар. Ханбибінің жолдасының маған қарап отырғанын, соның күйіне кіріп, соның сезіміне беріліп, сондай сөзде жазып беру деген өзінің жолдасына, басқа елге көз түскен жолдасына сондай жазып беру деген, міне Ханбибінің батырлығы, Ханбибінің кереметтігі, Ханбибінің мәрттігі. Біз доспыз, Астанаға барғанда мені күтіп алады, шығарып салады, жағдайымды жасайды, зыр жүгіреді. Маған қарағанда бұл бақуат. Сосын маған айтады, екеуміздің күйеуіміз қайда кетті деп. Ажырасып дегенді мен кейін естідім, бірақ енді оған мен себепкер болды деп неше түрлі алып қашпа әңгіме бар. Оған еш қатысы жоқ, ешқандай даже ол айтуға да келмейтін зат. Сондықтан енді тағдыр өмір Ханбибінің өзіне сұрасақ айтады, мен енді өмір сондай болды дейді. Ал бұл әннің, енді ол әннің кейіпкер ретінде менің ажырасуларына ешқандай себеп болған жоқ. Сөзімді жаутаңдадым, қабағыңа қарадым. Қолым жетпей, сөзімді өтпей, жаутаңдадым, қабағыңа қарадым. Жаутаңдадым, қабағыңа. Жастық шақтағы бірге өскен, құрбыдай сыйласатын ән кейіпкері мен ақынның өз арасындағы әзілді шынды әңгімелері де таусылмайды. Кейде олардың әңгімесіне тосыннан құлақ тосқан адам, шыны қайсы, әзілі қайсы ажырата алмай әлек болады. Мынандай ән жазған адам сені жақсы көреді ғой. Сен
күйеуге шықсай, менің 3 қызым бар. Сен бір ұл туып бер. 3 қыздың арқасынан қарауыл болатын. Қазақтың жігіті ертеме кеш бәйтеуір біреуге көз салатыны бар. Сендей ақылды әйелге үйленсе жаман болмайды. Жұлдыздарың жарасып кетсе бірге тұра беріңдер. Жұлдыздарың жараспаса арамызда бір тентек жүре берсін дедім. Бұл ұсынысты естіген Тұрдығылыш ағамыз ат тонын ала қашыпты. Сонымен ол әңгіме кілтізілді. Нұрикамал өзіден күлет, чим оңтүстікке келіп атым шығып жақсы болды ғой деп. Ол енді қалай мақтаса да мақтауға тұратығын азаматша. Әттең оған лайықты жігіттер болмады ау деймін. Әйтпесе керемет балалар келер еді дүниеге, керемет тәрбиелі алар еді. Кейде біздің жігіттер сондай бір мықты қыздардан аяқ тартады ау деймін. Әннің кейіпкеріне айналған Нұрикамал Сейітжанова 20 жыл 2 облыстың мәдениет басқармасын басқарып, абыроймен зейнетке шықты. Үнемі ұйымдастырушылық іспен айналысқан Нұрикамал апай зейнет жасынан асса да, Астанадағы Қазақстан тарихи институтында тынымсыз жұмыс істеп жүр. Қалада келе жатқанда таксиге отыра қаласың. Бір күні солай таксиде олай тоқтатып отыра қалсам, бір жігіт отыр, артында қолында кішкентай қызы бар, келіншек отыр. Мен мына жерге отыра қалдым. Апа, қарсы болмасаңыз, менің 2 жақсы көретін әнім бар еді, соны қоссам бола ма? Қоссаң қоса ғой болам. Осы әнді керемет жақсы көремін. Сондай маған ұнайды. Артыңызда отырған қызымның аты Нұрикамал. Ой балам, бақытты бол. Кел бетіңнен сүйенші, мынау саған Нұрикамал апайыңнан сыйлық. Сонда Нұрикамал апай сіз бе сонда? Иә, менмін. Жалған айтып қайтейін. Сол әннің кейіпкерімін. Қазірде бұл әннің танымал болғаны соншалық еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін естісе құлақ түріп тұра қалады. Осы ән әбден танымал болғаннан кейін ақын Серік Тұрғынбекұлы «Ән қалды махаббаттың белгісінде» атты өлең эссе жазды. Хан қызындай Хабибі деген оғардан өлең Шымкентке тарап кетті. Оны әркімдер айтады, әнмен де, жырмен де айтады. Ол өз алдында біріміз арзағып. Шырын Нұрикамалға арналған ән болғасын, мен онан соң ықыласты болдым. Тарихы да мені қызықтырды. Соның барлығын ақын ретінде бір мерейтойында мен Шымкентте халықтың алдында осы тақырыпқа байланысты оқыдым, өлең оқыдым. Аңызға айналғанда әртүрлі әңгіме болады. Кейбіреулер вот Нұрикамал деген ән шығыпты деп оны сол 19 ғасырда бір Нұрикамал деген қыз болған екен деп әртүрлі алып-башқа әңгімелер бар. Даже кейбір жерде менің бір жақын таныстарым бір отырысқа барады, сол отырыста жаңа тамада асабалар айтатын көрінеді. Бәленбай кезде бір кісі бір Нұрикамал деген қызға ғашық болып 19 ғасырда деп айтып келе жатыр дейді. Сонда сен менің танысым тірі 19 ғасыр емес, оғыз аман есен, міне тірі. Керек болса деп менің телефоныммен сотовыйды алып, Нұрикамал айтшы міне мына сен екен, сен туралы ән екен деп, міне деп Нұрикамал сондай да кезең болды. Симады абажадай бір үй олар, мұндайда айла бітіп, құриды амал, о ғажап, тұрдесіліп күйсандықтан деген сөз Нұрикамал. Композитор Тұрдығылыш Істаев, ақын Ханбибі Есенғараева, ән кейіпкері Нұрикамал Сейітжанова. Күн сөніп, ай семгенше, қазақ деген ұлт барда өшпейтін өлең әуезді ән қалдырды. Өнердің өміршеңдігін Нұрикамал әні әлі күнге дәлелдеп келе жатыр. Әлі де дәлелдей бермек. Бұл әннің өміршеңдігі мен ойлаймын, музыкасын текст ұстап тұр. Текст сөзді музыкасы ұстап тұр. Және бұл әнде ұлттық колорит бар, қазақылық бар. Сондықтан да ол әрбір мен қазақпын деген адамның жүрегіне жол тартқан ән болды. Гүлім десе ай қабағын, қалай ғана жай табамын.